Трагедияға жауапты адамдар жауапқа тартылмаса, бұндай аза тұту күні бізде тоқтамайды. Міне аға, елде қайғылы жайт. Енді осы төтенше жағдайдың алдын алмаған үшін кім кінәлі? Немесе кешегі болған Қостанайдағы жағдайдан біз не үшін екінші рет сабақ алмадық? Сол туралы айта кетіңізші. Енді барып біз көзбен көрдік қой. Бұл қарағағаштар биік орналасқан, және бұл майлы қарағай. Бұл жанармай бензин сияқты жанады. Бұл орманшылардың міндеті өрт сөндіру емес, жағдайды бақылау. Бұлардың қолында бірінші кезекте дрон болу керек еді. Дронды көтеріп, аумағын айтып, дабыл қағып, бірден астына хабар беру керек еді. Бұлар былай қарасаң жалаң қол, ештеңесіз сол орынға аттанды. Мылтықсыз майданға жібергенмен бірдей болды. Бұл нені білдіреді? Дер кезінде әкімдік әрекет етпеді, министрлік әрекет етпеді. Ортада жұмыс істеу алгоритмінің жоқтығы, үйлесімділіктің жоқтығы. Білмеймін, енді қай сала болмасын, сол саланы сүйетін, түсіне білетін, жауапкершілікпен қарайтын, шаруашыл бізге кадрлар керек бірінші кезекте. Екіншіден енді дер кезінде әрекет ете алмаған тұлғаларды біз міндетті түрде жауапқа тартуымыз керек. Бүгін халық болып аза тұту күнін жариялап жатырмыз. Бұл жай бір жоқтаудың имитациясы болмау керек. Трагедияға жауапты адамдар жауапқа тартылмаса, бұндай аза тұту күні бізде тоқтамайды.